Именно мен видео түсіре бастаған кезде ар жақта шум, тақылдатып, сондайдың бәрі басталып кетті. Сәлем достар, бүгін сіздерге үш хайп проектіні көрсеткім келіп отыр, яғни высокорискованный инвестициямен байланысты. Осы үш проектіге де ақша салатын боламын, одан кейін 4-5 күнде қандай результат болды көрсетемін. Бұл видео тек развлекательный түрде жасалған, сіздерге бұл проектілерге ақша салуға не советую, просто менімен бірге бақылап отырсаңыздар болады. Маған да қызықты осындай көп пайызды табыс алып келетін проектілер қанша уақыт жұмыс жасайтыны. BaseMiner'да 3000-ға жуық адам регистрация жасаған, пополнено 257 000 рубль, выплачено төлеген ақшалары 35 000 рубль, в работе 15 күн деп тұр. Ставка вознаграждения бізде 10% күнделікті, ол дегеніміз өте көп, және срок вклада 13 күн деп жазылып тұр. Сумма вклада біз егерде 500 рубль ақша салған жағдайда, онда күнделікті 50 рубль алып тұрамыз, және де ставка вознаграждения міне 10%, 13 күннің ішінде бізде 650 рубль болады екен. Мына жерден пополненияларды көре аламыз, сонымен қатар выплата, яғни ақшаларымызды біз күнделікті шығаруға болады екен. Сондықтан да қазір мен осы үш проектіні түсіріп болғаннан кейін 4 күннен кейін қайтадан видео түсіретін боламын. Ол жерде осы жердегі қанша таптық және де сол ақшаны шығарып көрсететін боламын. Мына менің жеке кабинетім, қазір менде ешқандай ақша салынбаған. Пополнитьға басамыз, одан кейін мына жерде Payer арқылы толтыратын болсақ, онда осы жерге ақшаны жібереді екенбіз. Осы счетқа ақшаны жібереміз, перевести 500 рублей. Перевод успешно деп шықты бізде. Одан кейін проверить басамын. Ваш баланс пополнен на 500 рублей деп шықты. Окей. Мына жерде ваш вклад 500 рубль деп жазулы. Накопленияны 4-5 күннен кейін тексеріп, ол ақшаны шығарып көрсетемін. Екінші проект Infinity Stream, играй, зарабатывай, побеждай. Одан басқа ештеңке жазылмаған. Мына жерде регистрация, ары қарай осының барлығын толтырып, осындай жеке кабинетке кіреміз. Мына жерде бізде колесо фортуны бар, 10 долларға дейін ұтып алуға болады. Менде 0 шықты. Ары қарай кошелекті тексеретін болсақ, общий баланс бізде қазір 0 доллар. Ары қарай бізде инвестиции, мына жерден көрулеріңізге болады. Бірінші пакет FlexBet деген 100 доллардан 10 000 долларға дейін инвестиция жасауға болады. FixBet деген жерде 5 000 доллардан 50 000 долларға дейін, және де VIP пакетті 50 000 доллардан 100 000 долларға дейін инвестиция жасауға болады екен. Қараңыздар, FlexBet'та бізде ежедневно 0,5%-дан 1,2%-ға дейін пайдалық келіп тұрады. FixBet'та ежедневно 0,8%, және де VIP пакетта ежедневно 0,8%. Негізінде осы сайтта сіздермен бірге дәл қазір тексеріп жатырмын. Бұл жерде минимальный вложение бізде 100 доллардан басталынады, ол дегеніміз 47-48 мың теңге. Жалпы бұл аз ақша емес осындай высокорискованный проект үшін. Сондықтан да достар, давайте осы видеоның астында 1000 лайк жинайық, және де комментарияға поддержка жазып кетіңіздер. Сол кезде келесі видеода осы проектіге развлечение ретінде 100 доллар ақша салатын боламын, одан кейін осы проектіні ары қарай тексеретін боламыз. 4 күннің ішінде 1000 лайк жинаймыз, одан кейін келесі видеода осы проектіге 100 доллар инвестиция жасаймын. Үшінші проект бізде P2P Profit, инвестирую P2P арбитраж криптовалют дейді. Инвесторов 28 000, выплачено 8919 доллар, және де инвестировано 17184 доллар. Ары қарай бізде мына жерде пакеттер бар. Diamond деген 5% күнне, Platinum 2,5%, және де Gold 1,2% күнне. Осы біздің жеке кабинетіміз. Жаңа айтып кеткенде 3 пакет бар. Біріншісі ол 1 доллардан бастап инвестиция жасауға болады. Екіншісі Platinum, бұл жерде біз 25 доллардан минимальная инвестиция, и үшінші пакет Diamond 100 доллардан минимальный ақша салуға болады екен. Әрине біз ең біріншісін таңдаймыз, яғни 1,2% күнне алып келетін топ-ап депозит. Одан кейін минимальный біз 10 доллар ақша салып көрейік. Payer'ды таңдаймыз. 10 доллар перевести деп бастым. Перевод успешно выполнен. Енді личный кабинетті обновление жасаймыз. Мына жерде бізде инвестировано 12 доллар. Мына біздің профит, яғни күнделікті түсіп тұратын ақшамыз. Жалпы осындай хайп проектлер өте оңай инвестиция жасауға, сондықтан да кейбіреулері 5 күн жұмыс жасайды, иногда 1 ай жұмыс жасайды, ал кейбір осындай хайп проектлер 4-5 айға дейін жұмыс істеуі мүмкін. Сондықтан да осы 3 проектіні біз тексеруге алдық. Одан кейін әр апта сайын осы сайттарды сіздерге көрсетіп отыратын боламын. Тағы айтқым келгені, любая инвестиция ол рискпен байланысты, соны ұмытпаңыздар. Сондықтан да бұның барлығы развлекательный түрде сіздерге көрсетілуде. Ары қарай осы каналда инвестицияның дұрыс түрлерін көрсететін боламын. Ол акциялар, криптовалютамен байланысты. Сондықтан да міндетті түрде подписка жасаңыздар, одан кейін колокольчик, все дегенді таңдаймыз.